Адамда 12 мүше немесе 12 жүйесі болады дейді. Соның бірі қан тамыр жүйесі. Қан тамыр жүйесінен бөлек тағы да лимфа жүйесі болады. Лимфа жүйесі деген ол көзге көрінбейтін тамырлар, бірақ оның өзегі болады. Кеуде қуысының ішінде лимфатический проток дейді, кеш беріңіз сияқты уыз дүние ағады. Сол жерде біздің иммундық клеткалардың барлығы бар. Ол лимфа бездердің барлығы бір-бірімен байланысқан. Сіздің ағзаңызға инфекция түскен кезде сол инфекцияны алып, сол бездердің ішіне түрмеге қамап қойғандай болады. Егер де ағзаңыздың иммунитеті жеткілікті болса, сол инфекцияны сол бездердің ішінде өлтіріп, өшіріп, жоқ қылып жібереді и лимфоузел өз орнына келіп жатады. Сол себептен лимфоузелді қалай тазарту керек деген сұрақтар туындайтын болғанымызда, БАДы ішу, тағы да басқа ішудің қажеті жоқ. Өзіңіздің асханадағы қымыз ішіңіз, шай ішіңіз, жақсы ретімен ұлттық тағамдарды қолданып жүрсеңіз, бәрі орнында болады.